Бүкіл мақтау Аллаға тән, бүкіл әлемді алуан түрлі мақлуқтарды жаратқан Аллаху Субхану ва Таала сіздер мен бізді адам баласы қылып жаратты. Құран-ы Кәримде Раббimiz айтады: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Ақиқатта адам баласын ардақтадық дейді. Оны теңізде де, құрлықта да көліктендірдік. Және де неғматымыздың ең жақсыменен қоректендіріп, жаратқанымыздың көбінен артық қылдық дейді. Раббimiz біздің сыртқы бейнемізді де, ішкі бейнемізді де өте көркем қылып жаратқан. Құран-ы Кәримде Раббimiz айтады: «Лақад халақнал инсана фи ахсани тақвим». Ақиқатта адам баласын көркем бейнеде жараттық дейді. Сыртқы пішімімізді Аллах Тағала көркем қылып жаратса, құды сондай қылып, жан дүниемізді де сондай көркем қылып жаратты. Оған дәлел Раббimiz айтады Құран-ы Кәримде: «Фақим вачака лидини ханифа, фитратуллахи лати фатаран наса алейха, ла табдила ли халқиллах, залика динул қайым, валакинна аксаран наси ла я'ламун». Ей Мұхаммад алейхиссалам, жүзіңді исламға жөнет. Адам баласын Аллах Тағала жаратқанда исламға бейімдігіп жаратты. Алланың жаратуында өзгеріс болмайды, бірақ адамдардың көбі оны білмейді дейді. Мына сыртқы жаратылысты халқ дейді. Яғни сыртқы пішімімізді араб тілінде халқ дейді. Ішкі пішімді хулуқ дейді. Хулуқ деген бұл не? Көркем мінез. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламды Аллах Тағала жіберді. Не үшін? Көркем мінездерді кәміліне, толығына жеткізу үшін. Пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламды Құран-ы Кәримде айтады: «Иннака ла ала хулуқин азим». Сен көркем мінез егесісің дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадиси шәрифінде айтады: әрбір діннің хулқы бар, мінезі бар дейді. Біздің дініміздің хулқы бұл ят дейді. Міне көркем мінездердің ең абзалы бұл ят екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның және бір хадисінде айтады: иман 70-тен аса бұтақтан тұрады. Ең жоғарғысы ла илаха иллаллах Мұхаммаду Расулулла, Алладан өзге табынатын, сиынатын илах жоқ, Мұхаммад Алланың елшісі десе, ең оның кішкентайы көшедегі, жолдағы адамдарға зиян беріп жатқан нәрсені алып тастау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам және айтты: ят бұл иманның бір бөлігі деді. Бабамыз қазақта ят жөнінде көп айтқан. Жаным үшін малым садақа, арым үшін жаным садақа дейді. Ерді намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді. Ердің құны 100 жылқы, оның намысы 1000 жылқы дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадиси шәрифінде айтады: иман менен ят бір нәрсе. Иман көтерілсе, ол ят та көтеріледі дейді. Міне Аллаху Субхану ва Таала адам баласын жаратқанда бұны ятқа, иманға бейімдігіп жаратты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадиси шәрифінде айтады: «Күллу маулудун юладу ала фитра, фа абаваху юхавиданихи, ау юнасиранихи, ау юмаджисанихи» дейді. Әрбір бала туылғанда бұл исламға, мұсылманға бейімді болып туылады. Оның ата-анасы оны не қылады дейді? Дінсіз қылып қояды дейді. Мұны құрметті көрермендер, адамның жүрегінде иман бар, иманның жанында ол ят бар. Иман менен ят өте жақын нәрсе. Иман деген нәрсеміз бұл көзге көрінбей тұрған нәрсеге сену. Мынау ғайыптағы болған нәрсе. Ғайып дегеніміз көзіңізбен көре алмайсыз, құлағыңызбен ести алмайсыз, мұрныңызбен иісін біле алмайсыз, аузыңызбен дәмін біле алмайсыз, қолыңызбен қатты жұмсақ екенін біле алмайсыз. Міне иманның жанындағы нәрсе ол ят. Ят адамның көзіне көрінеді. Әрбіріміз ұялған кезімізде жүзіміз не қылып кетеді? Қызарып кетеді. Аллах Тағала адамды жаратқанда оны ятты қылып жаратқан. Адамның ятын, иманын сақтай тұрған бұл біздің көркем дініміз ислам діні. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадиси шәрифінде айтады: қиямет күні болғанда, ешбір нәрсенің саясы қалмағанда, Аллах Тағала 7 топтағы адамды өзінің рахмат саясына алады дейді. Соның біреуі жастайынан бұл дінді ұстанып, дінде өткен адам. Діндар адам ол не болады? Ятты болады. Ятты адам ол не? Иманды болады.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадиси шәрифінде ят жөнінде көп айтты. Bir хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларға айтты: Аллах Тағаладан шынайы ұялыңдар деді. Сонда сахабалар айтты: Я Расулулла, ай Аллах Тағаланың елшісі, Аллах Тағаладан қалай шынайы ұяламыз деді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: Бас ондағы нәрсені сақтаңдар. Мынау қарын құрсақ, оның айналасындағы нәрсені сақтаңдар дейді. Бас ондағы нәрсені сақтау, бұл адамның басы Алланың жаратқан үлкен бір мақлұғы, адамның мүшесіндегі өте үлкен бір бөлік. Бұл Алладан өзгеге сәжде қылмауымыз керек. Адам басымен, ақылымен тек қана жақсылықты ойлау керек, жамандықты ойлауы керек. Бастағы болған нәрсе көз, Аллах Тағаланың тыйым салған нәрсесіне қарамауымыз керек. Көзімізбен жақсы нәрсеге, бұл аспаннан жерге, табиғатқа, Құранға, хадиске, жақсы тарихқа ұлағатты нәрселерді оқу. Мұны құлақ та Алланың берген өте үлкен неғматы. Құлағымызбенен ғибат, өтірік, өсек, мақтаншақты естпеуіміз керек. Мына тіл де Аллах Тағаланың берген, адам баласына берген өте үлкен неғматы. Адамның жан дүниесіндегі болған ішкі сыртқы түсініктерін барлығын адамдарға жеткізетін бұл тілімізді де ғибаттан, өтіріктен, өсектен, мақтаншақтықтан біз сақтауымыз керек. Адамның міне денесі қолымызды Аллах Тағала тыйым салған нәрседен тыйылуымыз керек. Ұрлықтан, біреудің хақын жеуден, біреудің хақына қол созудан біз сақтануымыз керек. Мына аяғымыз, аяқта Аллах Тағаланың берген бұл үлкен неғматы, әрбіріміздің бұл тұлпарымыз, аяқпен жақсы жұмысқа барып, мына намазда тұрып, бүкіл денемізді біз қорғасақ, сонда біз Аллах Тағаладан шынайы ұялған болады екенбіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хаджатул вадада, қоштасу қажылығында сахабаларға айтты: бұл қандай күн деді. Сонда сахабалар ойлады, бұл Арафат күнін өзге күнмен атай ма деп, олар Алла Расулы білет деді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: бұл Арафат күні деді. Бұл қандай ай деді. Бұл Зулхиджа айы. Бұл қандай жер деді. Бұл не? Макка жері, қасиетті жер. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: бұл күн қандай құрметті болса, сендердің жандерің сондай құрметті. Бұл ай қандай құрметті болса, сендердің қандарың сондай құрметті. Бұл жер қандай құрметті болса, сендердің малдарың сондай құрметті. Бір-бірлеріңнің қандарыңды төкпеңдер, бір-бірлеріңнің малдарыңды тарам-тараж қылмаңдар, бір-бірлеріңнің абыройларыңды аяқ асты қылмаңдар деді. Менен кейін күпірлікке қайтып, бір-бірлеріңнің бастарыңды шауып, қандарыңды төгіп, малдарыңды талан-тараж қылып, әйелдеріңді, қыздарыңды күң қылмаңдар дейді. Міне дінімізде, құрметті көрермендер, бұл ятқа қатты көңіл бөледі. Сондықтан міне ислам дінінде біреуге жала жапсан, оны жақсы бір әйелді оның артына сөйлесең, оның өсек айтсаң, оның жазасы да өте үлкен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам және бір хадисінде айтты: құрдымға апара тұрған 7 нәрседен сақтаныңдар деді. Сонда сахабалар сұрады: Аллах Тағаланың елшісі, ол құрдымға апара тұрған 7 нәрсе не дегенде? Біріншісі Алла сұрасын Аллаға ортақ қосу. Екіншісі бұл не деді? Сиқырма жолдану. Үшіншісі мынау зina, арақ ішу. Мұны және де соның төртіншісі бұл не? Бұл өте абыройлы әйелдің артынан сөйлеу. Оның абыройына нұқсан келтіре тұрған нәрсені бұл сөйлеуді Пайғамбарым Мұхаммад алейхиссалам осы нәрсені үйретті. Сондықтан мұны ят деген нәрсе бұл адамға беріле тұрған өте жақсы нәрсе, өте қымбатты нәрсе. Адамның ар киімі түтін болса, оған бүкіл киім жарасады. Әгер адамның ар киімі жыртылса, оған ешқандай киім жараспайды. Аллаху субхану ва тағала әрбір адамды иманды қылып жаратады екен, оны ятты қылып жаратады екен. Сол ятымызды біз не қорғауымыз керек. Бұл ят, әрбірімізде ят бар. Бұны дінде жүрсек, біз арымызды, ятымызды өте көркем қорғаймыз. Бірінші ят не? Алладан ұялуымыз керек. Көптеген адамдар Аллах Тағаладан бірінші
құлшылық қылған кезде Алладан қорқып құлшылық қылады, кейін не дейді? Алладан ұялып құлшылық қылады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мешітте уағыз айтып отыр еді, 3 адам кіріп келді. Соның біреуі сол жердегі уағызға қатысып отырды. Екіншісі бұрылып барып ұялып ол да отырды. Үшіншісі шығып кетті. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, 3 адам жөнінде айтайын деді. Біреуі Аллах Тағаланың рахматын көрді, ол отырды, Алланың рахматына енді деді. Екіншісі ол Аллах Тағаланың рахматын көріп шығып кетуден ұялды, Аллаху субхану ва тағала оны жазалаудан ұялады деді. Үшіншісі не деді? Үшіншісі ол бет бұрып шығып кетті, ондай адам Алланың рахматынан ұзақта болады деді. Сондықтан мына ұлдарымызды, қыздарымызды осы намысты, ибалы, ұятты қылып біз тәрбиелеуіміз керек. Дінімізде мынау таң намазынан алдын, пешін намазынан кейін, құптан намазынан кейін балдар ата-анасының бөлмесіне кіретін болса, олар есікті қағып кіру керек. Балдардың, қыздардың балиғат жасына жеткен кезде олардың жататын орындарында не қылу керек? Бөлек қылу керек. Міне бірінші не? Алладан ұялуды үйретуіміз керек. Өзіміз бірінші Алладан ұялуымыз керек, және де ұлдарымызды, қыздарымызды Алладан ұялуға біз үйретуіміз керек. Құран-ы Кәримде Раббіміз айтады: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Ақиқатта біз адам баласын жараттық. Біз оған ілімімізбен оның күре тамырынан да жақынбыз. Оның нәпсі не сыбырлағанын білеміз. Адамның аузынан қандай сөз шықса, екі не бар? Күзетуші бар, кирамин катибин бар. Бәрімізге белгілі хадисте, Жабраилдің хадисінде пайғамбарым Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға келіп, «Я Мұхаммад, иман жөнінде хабар бер» дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Ал-иману ан ту'мину биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва расулихи ва яумил ахир». Иман деген Аллах Тағалаға сену, оның періштелеріне сену, оның кітаптарына сену, ақыретке сену. Ислам деген кезде, ислам не деген кезде ол не? Шахада айту, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммаду расулуллах деп айту. Және де ол исламдағы бес парыз жаңағы ла илаха иллаллах Мұхаммаду расулуллах болса, намаз оқу, зекет беру, ораза тұту, хажылыққа бару. Ал ихсан деген дәреже, міне нағыз ихсан деген дәреже Алладан қорқу, бұл Аллах Тағаладан ұялу. Ихсан деген не деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Ан таъбудаллаха кааннака тара, ва ин лам такуну тара фа иннаху яра». Аллах Тағаланы көріп тұрғаныңдай құлшылық қылуың. Әгер Аллах Тағаланы көріп тұрғандай, мені көріп тұр деген дәрежеде құлшылық қылуың, о дәрежеге жетпесең, Раббім мені көріп тұр деген дәрежеде не деді? Құлшылық қылу деді. Пайғамбарлардың айтқан сөзінің ең алғашқысы не болды? Адамдардан ұялмасаңдар, білгендеріңді істей беріңдер деді. Мына құрметті көрермендер, Аллаху субхану ва тағала бүкіл адамдарды ибалы, иманды қылып жаратқан. Бұл ислам діні сол біздің иманымызды, ұятымызды қорғайды. Ұлдарымыз намысты, қыздарымыз ибалы болсын. Аллаху субхану ва тағала өзі мақтағандай, пайғамбар алейхиссалам көрсеткендей салих-салихалы мұсылман болуымызды Аллах Тағала бәрімізге нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.